Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Амансыздар ма? Бүгін сіздермен бірге Лос-Анджелестің көшелерімен серуендейтін боламыз. Жаяу емес, велосипедпен. Қазір анау жерде велосипедтер тұр, жалға берілетін. Кәдімгі біздің Қазақстандағыдай көшелердің бойында. Енді көп қой, Алматыда көп. Меніңше Астанада, сол жақ бетте, сол жағалауда көптеген осындай жалға берілетін велосипедтер бар. Қазір сіздермен бірге осындай бір эксперимент жүргізетін боламыз. Қаланың көшелерімен, велосипедпен жүретін боламыз. Неше түрлі компаниялар бар, осындай қызмет түрін ұсынатын. Негізі арасында ең үлкен ауқымды компания осы Метробайк. Қазір арасынан біреуін таңдап, сіздерге ары қарай жолға шығатын боламыз. Достар, видеоның басында сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан бұл видеоның ары қарай көптеп қаралым жинауына қатты әсер етеді. Сондықтан да сіздерден осындай бір қолдау сұраймын. Басатын нәрсенің бәрін басып, жазатын нәрсенің бәрін жазып тастаңыздаршы, достар. Көп рахмет баршаларыңызға. Қазір біреуін алдық. 7-ші номер, әр велосипедтің өзінің номері болады. Қойған паркинг орны бар ғой. Есімде болса, Қазақстанда дәл осы жүйемен жұмыс жасайды. Бірінші алғашқы 30 минуты тегін, яғни бір станциядан келесі станцияға дейін бару тегін болады. Ары қарай әр жарты сағатқа егер станцияға тоқтамайын десеңіз, $1.75 болады. Сонда ары қарай есептей беріңіз, Ал, құрметті достар, бүгінгі шығарылымымызды бастаймыз. Кішігірім велосаяхат десек болады. Ұсыныспен келіп отырмын бүгін сіздерге. Видеомызды ұзаққа созбаймыз. Қазір дыбыстың сапасына кішкене күмәнмен қарап тұрмын. Қалай шығады білмей тұрмын. Сондықтан да барынша қысқа да нұсқа сіздерге жеткізуге тырысамын. Бүгін сіздерге кішігірім ұсынысыммен келіп отырмын. Видеоларымның сапасын одан ары қарай жақсартып, сіздерге жақсы контент ұсынуға тырысып жүрмін. Негізі оның барлығы қолдан келеді. Америкада бұл жақта кішкене уақыттың өлшемі басқаша өлшенеді. Сондықтан кей жағдайда YouTube-ке көңіл бөле алмай қалып жатамын. Сондықтан да барынша сіздерге кемінде аптасына бір рет шығып тұруға тырысып жүрмін. Соңғы видеоларымнан байқасаңыздар, формат кішкене жеңіл түрде влог форматында өтіп жүр. Өздеріңіздің кері байланыстарыңызды да байқап көріп жатырмын. Барлықтарыңызға ұнап, қолдау білдіріп жатырсыздар. Бірақ сонда да одан ары қарай дамытып, кішкене қызығырақ өткізсем деген сондай ниет. Сондықтан бүгінгі шығарылымды осындай форматта сіздерге ұсынып көрейін. Өздеріңіздің кері байланыстарыңызды қалдырып кетіңіздер пікір ретінде. Және де ең басты сіздерге айтайын деп жатқан ұсынысым бұл емес. Сіздерге мынадай бір ұсынысым бар. Сіздердің тараптарыңыздан көптеген сұрақтарыңыз келіп жатады. Инстаграмға болсын, пікір ретінде болсын. Сондықтан олардың барлықтарына физикалық тұрғыдан жауап беру мүмкін емес. Сондықтан мынадай бір рубрика дейміз бе, форматты кішкене сондай форматта сіздерге видео ұсынамыз ба, соның барлығын ұштастырып, мынадай ұсыныс жасасам қалай қарайсыздар? Сіздерге ұнайтын немесе сіздерге керек мәліметті сұрақ ретінде әр шыққан видеома жазып отыратын болсаңыздар, және де оның барлығына жауап беру мүмкін емес видео ретінде. Сондықтан өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазасыздар, және де барлық адамдарда сол қойылған сұраққа лайк басуға мүмкіндік бар. Ең көп жинаған 5 немесе бірінші енді келесі шығарылымға 5-еу деп көрейік. Одан әрі қарай егер аз болып жатса көбейтеміз, көп болып жатса азайтамыз деген сияқты ғой. 5 қойылған сұрақ, және де сол ең көп лайк жинаған 5 сұрақты келесі шығарылымда мен егжей-тегжейлі барынша енді бар білгенімше сіздерге жауап беріп, сол бойынша тақырыпты өрбітетін боламыз. Ол маған контент жасауға да тиімді, ыңғайлы және жеңіл болады деп ойлап жатырмын. Енді білмеймін қалай көреміз. Бір сондай идея кеп тұр қазір. Және де ондай форматта видео шығарғаннан кейін бір жерде отырып, айтып отқаннан гөрі, маған да сіздерге де осылай велосипедпен жүріп жауап бергенім әлде қайда ыңғайлы және де қызық болады деген үміттемін. Егер де сондай форматты қолдасаңыздар, енді бұл қатып қалған бұл жерде ештеңе жоқ. Оны
осылай бір эксперимент ретінде жасап көрейік. Ендеше кеттік, өз пікірлеріңізді жазыңыздар, сіздерді не қызықтырады, және де нені көргіңіз келеді, нені білгіңіз келеді. Енді көп жағдайда бір жерді барып көрсету үшін оған уақыт тапшы, жаңа айтқанымдай. Сондықтан да сіздерге барынша айтып түсіндіруге тырысамын. Енді сол форматты бірден бүгін бастап кетейік. Жауап беріп көрейін сіздерге. Жаңа YouTube-та ашып, бір көзім шалған 1-2 сұрақ бар, соған сіздерге жауап беріп кетейін. Сосын ары қарай өздеріңіздің сұрақтарыңызды жаудыра берсеңіздер болады. Және де қойылған сұрақтарды барлықтарыңыз оқисыздар ғой. Ондай мүмкіндік барлықтарыңызда бар. Сондықтан да ұнаған сұрақтарыңызға лайктарыңызды басып, комменттеріңізді жазып, солай қолдау білдіріп қойсаңыздар, үздік пікірлерді алып ортаға шығарып талқылайтын боламыз. Енді сұрағымызға көшейік, достар. Американың осылай көшелерін өздеріңіз көріп, біліп, тамашалап отырсаңыздар, және де қойылған сұрақтарыңызға жауаптарыңызды алып отырсаңыздар, сіздерге де жақсы, маған да жақсы деген оймен бірінші сұраққа келейік. Жаңа осы видеоның бастамас бұрын ашып қарадым. Мынадай бір сұрақты көзім шалды. Америкада тур визамен барған соң трак-драйвер бола аламыз ба деген сияқты сауал келген екен. Бұл сауалдың жауабына мен жоқ деп жауап берейін деп келесі сұраққа өтіп кетсең. Ол сұрақтың жауабын тарқататын болсақ, негізі жоқ, жұмыс істей алмайсыз. Неге? Себебі тракта жұмыс жасау үшін сізге ең алдымен 2 құжат керек болады. Ол Social Security Number деп аталады, және де Work Permit деп аталады, яғни жұмыс істеуге рұқсат беретін қағаз, былайша айтқанда. Сол 2 құжатпен сіз трак айдауға мүмкіндік беретін CDL деп аталатын құжатты алуға тест, экзамен тапсырасыз. Содан кейін ғана барып, сіз тракта жұмыс істей аласыз. Сондықтан Америкаға келгеннен кейін бірден тракқа жұмысқа шығып кетем деген ойыңыз болған болса, онда өкінішке орай ондай жұмысқа шыға алмайсыз. Одан кейінгі екінші сұраққа келетін болсақ, бұл Америкадағы мүгедектердің жағдайын сұраған бір бауырымыз бар екен. Маған бірнеше рет сұрақ келді осындай. Сондықтан осы сұрақты да айта кеткім келіп тұр. Бір емес, маған жекеге 2 адам ба жазды. Және де пікірлердің арасынан да байқап қалдым. Сондықтан жауап бере кетейін. Америкадағы мүгедектердің, мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайы, жалпы жағдай қалай жасалған деген сұрақ қой. Жалпы Америкада мүгедектерге барлық жағдай жасалған. Енді мысалға мүмкіндігі шектеулі жандар жүре алмайтын адам болуы мүмкін, қол аяғы істемейтін адамдар болуы мүмкін. Былайша айтқанда техниканың көмегімен жүреді ғой. Бұл жақта Америкада ол үшін арбаға таңылған жандар толыққанды. Мысалға мен қазір осылай велосипедпен қалай кетіп бара жатырмын. Дәл солай олар өздерінің құрылғыларымен емін-еркін жүріп тұра алады. Көптеген ғимараттарда арнайы пандустардың жағдайы толыққанды кіріп шыға алатындай мүмкіндіктер қарастырылған, және де лифттер арнайы деген сияқты. Барлығында ма жоқ па білмеймін, бірақ көптеген ғимараттарда мысалға уборнылар бар ғой. Солардың өзінде мүгедектерге өз алдына бөлек жағдайлар жасалғанда, мысалға. Тіпті мен сіздерге бір қызықты айтайын. Мүгедектер бұл жақта жаңағыдай арнайы көп жағдайда арнайы арбалармен жүреді. Механикалық емес, қолмен итеретін. Кәдімгідей өзі жүретін велосипед сияқты моторымен. Сондай арбалармен кейбір мүгедектер кәдімгідей жұмыс жасайды. Енді ол белгілі ғой, офиста отырып жұмыс жасайтын мүгедектер бар, бас тағысын тағыз деген сияқты. Мен сіздерге қызық болатынын айтайын. Бұл жақта тіпті азық-түлік таситын
жұмыстар бар ғой, жаңағы доставка дейміз ғой, енді жалпақ тілмен айтсақ орысша. Сондай жұмыстарда істейді керек болса, мысалға кәдімгідей емін-еркін жаңағы неден кафеден барып тамақты алып кетеді, барып клиентке береді деген сияқты. Енді ол жақсы мүмкіндіктер қарастырылған Америкада, ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Ал құрметті достар, бүгінгі шығарылымымызды осымен тамамдаймыз. Қысқа нұсқа осындай форматта. Енді келесі шығарылымдарда міндетті түрде өздеріңізді қызықтыратын пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Және де видеоның басында айтқанымдай, әр шыққан видеома қолдау білдіріп, ең басында достар лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып, қолдауларыңызды беруді ұмытпағайсыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.